Қазақстандықтар, құрметті көрермендер, жаңа жылға 3 күн қалды. Өтіп бара жатқан жыл елімізге өте табысты және есте қаларлық жаңалықтарға толы болды. Нұрдәулет, осы 2012 жылы қандай жаңалықтар есте қалды сенде? Биылғы жылдың жарқын жаңалығы болған ол Лондон Олимпиадасы. Дұрыс айтасың, еліміздің тарихында болмаған жетістіктер осы жылы болды. Біздің спортшылар қатарынан 7 медаль алтын алып, әнұранымызды айтқызып, байрағымызды желбіретті. Нұрдәулет, Қазақстан ауыр атлетикадан үздік мемлекет атанды. Жақында Қазақстан тарихында болмаған Экспо көрмесін 2017 жылы өткізу құқығын жеңіп алды. Айта берсек, онда жеңістер көп. Құрметті достар, құрметті көрермендер, баршаңызға тілейтініміз денсаулық, бақыт тілейміз. Осы жылы жаңа жылда мол табыс тілейміз. Осы бірінші арнада жаңа жылда кездескенше. Құрметті достар, жаңа жылда қазақ бағдарламалар көп болсын. Сіздермен бірге болған шефім Нұрдәулет және Қоянбаев Нұрлан. Жаңа жылдарыңыз құтты болсын.